Біздің жақта Асалы Көкетай ел құлағындағы аяулы есімдер. Қозы мен Баян, Жібек пен Төлеген сияқты асыл ғашықтардың жалғасындай екі жас бір замандарда Жылыой өңірінде өмірден өткен екен. Дала дастанының сарғайған парақтарында ноқатта екі тамшы көз жасы тұр. Бұл жылқышы жігіт Асалы мен бай қызы Көкетайдай қосыла алмаған қос ғашықтың арманды мұңы, аңсарлы сыры. Жем жағасындағы әр көктем сайын көгеріп шығатын жасыл құрақтарда, бір мұң құшқандай үнсіз тебірем жататын құмдарда, сағыныш пен жылылықтың белгісіндей иісі мұрынды жаратын жусанда, жылы жақтан жақсы хабар естуге асыққандай туған жерге оралатын құстарда. Осының бәрі сол бір қайғылы ғашықтық хикаяны ұмытпағандай, кейде мұңданып, кейде толғанып, кейде жас баланың өліндей әдемі сазды ұйып тыңдап жатқандай болады. Көкетай сұлу бойжетті. Көкетай Бегімбет байдың жалғыз қызы. Айдай аппақ нұр жүзді, арқасын қолаң шаш жапты. Сөйлеген сөзі балдан тәтті. Маңайдағы бары арудан өткен сымбатты Көкетайға қызығушылар да көп еді. Бегімбеттің досы Таңжарықбай Есен деген баласына бұл қызды бесігінде атастырып қойған. Жақында құдалар хабары да келмек. Бірақ Көкетай көңілі әлденеге алаңдаулы еді. Жіп иіріп, кесте тоқсады, сызылтып ән салсады, ұзын бұрымына шашбау тағып өріп отырса да, бір ойдың құшағынан шыға алмайтын. Киіз үйдің керегесіне сығалап, дүбірлеген дауысқа құлағын түріп, алысқа көз тігетін. Бір күні түн жарымда әжесінің сол жағында ұйықтап жатқан Көкетай сұлу әсем әннің сазынан оянып кетті. Әне сол жігіт даусы қараңғы даланы әнге бөлеп, әсемдік әлеміне жетеп бара жатқандай. Ән алыстай түсті. Тып-тынық, тыныш айлы түн. Тұп-тұнық жігіт әні. Қараңғыда киіз үйдің керегесінен сығалап тұрған қыз күрсінді. Ән алыстап кетті. Төсегіне келіп жатты. Әлгі бір ән, жүректі шым еткізер. Жылқысы біздің елдің аламойын, су ішіп айдың көлден салады ойын. Толықсып талқыраққа тұрғанымда, болады қалқатайда әлде де ойым. Жылқышы жігіттің әні бұл. Асалы жылқышы. Екі кісілік қайраты, домбыра тартып ән салатын өнері. Көкпар тартып, белдескенде балуан шығар күші. Қара бұйра шашымен оттай жанған көзі бар асалы жылқышы. Жан дегенде жақыны жоқ, мал дегенде еншісі жоқ. Келімсек асалы жылқышы. Әнеу күні қыздармен бірге жемге су алуға барғанда, бұларға қарсы ұшырасып, жолдарын бөгеді. Армысың Көкетай сұлу? Көкетай селк етті. Байдың еркін өскен тәкаппар қызы, бұл кім дегендей, жанарынан от шашып, ат жетектеген жұпыны киімді жас жігітке жалт етіп қарады. Жігіттің қара сұр өңі, қыр мұрыны, әсіресе мейірімге толы көздері бір сыр айтқысы келгендей. Көкетай үнсіз жүре берді. Қыздар соңынан ілесті. Содан бері Көкетай сұлудың көңілінде бір мазасыздық кірді. Қалай бұрылса да, сол жігіт армысың Көкетай сұлу деп үн қататындай. Түн болды. Ай жарығы су бетінде дірілдеп тұр. Дүркіреген жылқылардың дауысы естілді. Көкетайдың жүз алабұртып, жүрегі аттай тулады. Тағы да әдемі ән салды жігіт, ұйқыдағы кең даланы айғайлатып. Жанды жаққан әжесі бір аударылып түсті де, мына сорлы жеті түнде ауылдың тұсына келіп неге қақсай береді? Тіпті ұйқы бермей қойды ғой желіккір. Ертең жүгенін сыпырылып қуып жүрмесем болмас, деп күбірледі де ұйықтап кетті. Ұйқысыз шарасыз Көкетай
неше түрлі ойға кетті. Ертесіне қыз жеңгесінің отауына келіп, жалынышпен іштегі жан сырын ақтарды. Самал жел соққан қараңғы түнде, жалғыздықта, тыныштықта, ұйқысыздықта жүрегімді тулатып, ойларымды шулатып, ән салатын сер жігіт кім екен? Білермісің жеңеше? Кербез көкетайының жан сырына оранған осы бір лебізің ұғармысың жеңеше? Қыз мұңлық бұл көкетайдың мұңзары мен аңсарлы тілегіне мойныңды бұрармысың жеңеше? Бір орайын табармысың, елшілікке жарармысың жеңеше? Әлде жалғыз, жалқы, келімсек жылқышы асалы деймісің? Әлде бай мырзалар тұрғанда бұл асалы ер жігіттің осалы деймісің? Сол жігіттен маған бір хабар әкелесің, дейді. Жеңгесі басындағы шарқатын әрі қозғап, бері қозғап, боп-боз болып бір отырды, бір тұрды. Көкетайдың мінезін білетін, айтпайтын, айтса қайтпайтын. Не шара? Уақыттар. Маңдайынан тер шүмектеп ақты. Аузына түскен сөзі. Шырайлым-ай, не дейін? Қай қыз сүйгеніне қосылып жатыр? Айттырылып қойған жерің бар. Дәулет бағы, шалқыған өрісің, елің бар. Не қылайын-ай, төбедегі төрт ағаң, нағыз төрт бөрі. Мұныңды кешірер ме екен? Ел құлағы елу деген, естісе екеумізде қылыштың жүзінде кетерміз-ау. Байқаш еркем деген болды. Бірақ Көкетай дегеннен қайтпады. Шәрбан ойға кетті. Бұл әулеттің қойын бағатын қойшылардың ішінде жүрегі шерлі, жүзі мұңды бір жетім бала болатын. Тұйық мінезі өзіне туғанынан дарыған ба дейсің? Сол бала түс кезінде ауылдан сусын алып қайтуға келген екен. Хабаршыға осы бала оңтайлы сияқты. Қазан ошақ жаққа барған, Шәрбан бірдеңелерді қараған болып, әдейі қолындағы ыдысын жерге түсіріп алды. Қазан басындағылар ішінде қойшы бала да бар. Тарс еткен дыбысқа мойын бұрып қарасты. Әй, қойшы бала, әперіп жіберші. Бала жанына жүгіріп келіп, ыдысты көтерді. Байғұс балай, үстіндегі шапаныңда тозып қалыпты ғой. Жетімнің көрген күні осы да. Жүрш қарағым, жамап берейін, деп ықылас таныта әрі мүсіркей сөйледі. Қазан басындағы әйелдер, осы Шәрбанның жүрегі кен ғой, деп бір-біріне күбірлесіп жатты. Шәрбан қойшы баланың алдына зере толы шұбат қойды. Қалтасы ірімшік пен құрт, бауырсаққа толып, шұбатқа тойып, шапаны жаңарып қалғасын, баланың жүзі қуанғаннан жайнап кетті. Енді тамағында тоқ болды. Бір тапсырма тапсырсам, орындайсың ба, деді Шәрбан, баланың жанарынан көзін алмай. Орындаймын жеңеше, деп елпен қақты қойшы бала. Шәрбан Көкетайдың берген шашбауын ақ жібек орамалға түйді де балаға ұстатты. Байқа, ешкім сезіп қоймасын. Жылқышы асалыға жеткіз. Кешке Алтыбақанға Көкетай да барады деді. Құйындатып шауып кетті бала. Сол күннің айлы түнінде жем жағасында екі ғашық жан сырын ақтарып айырылмасқа серт етті. Біраз күннен кейін Көкжардың жәрмекесінде ел бармақ боп қам жасап жатқанда Көкетай сұлу отауында жоқ боп шықты. Ойбай, қыз жоқ. Қайда кетті? Әкетті. Жоқ, қашып кетті. Асалы мен жемді бетке алып барады екен, деген дауыстар әр тұстан жаңғырып шықты. Қарулы ерлер атқа қонды. Жүздерінде кектенген дөң айбат. Қара табан жылқышының аузының салымының күштісін. Ей, қадірлі қарындас, жерге қараттың, оңдырмаспыз. Оңбассың екеуіңде, тек қолға түсе көр. Аттардың тұяғының дүрсілінен жердегі мия, адыраспан күтіріліп көкке ұшқандай. Арттарындағы қалың шаңды аңдаған Көкетай сұлу. Қашайық,
Мына жемнен әр ассақ қой, Асалы, деді жалынышпен. Жоқ, қашу жігітімесін. Не болса да маңдайға жазылғанын көрерміз. Сен у қамыстың арасына жасырынып тұр. Мен қуғышылардың алдынан шығайын. Мүмкін кешер, мүмкін кешпес. Қарақұрттай қаптап келген қуғыншылардың бірі Асалыны сойылмен ұрып құлатты. Көке, көке, көкетай, деген Асылының жан дауысы шарқырап құлаққа жетті. Бұл жігіттің аһ ұрған соңғы үні болатын. Көкетай жүгіріп жетті. Үлкен қара көздері шарасынан шығардай үлкейіп кеткен. Беті сұп-сұр. Қызыл қанға боялып жатқан сүйіктісіне, қуғыншы болып артынан қуып келген 4 ағасына, олардың соңынан ерген аттыларға сазарып үн-түнсіз қарап тұрды. Сат ұрғашы ғой, бетін тырнап шашын жайып, жылапсықтар, жыны басылар. Өзі соңымыздан ерер, деп ойлады қуғыншылар. Асылсыз қу тірлікте не сән бар? Әнің қайда, Асылы? Жастанған жерің осы болды ма? Сарқырай аққан, асау жем екеумізді құтқара аламады ма? Іштегі тұншыққан бозторғай үнімді Алла біледі. Адам білмес. Адам сезбес мұны, деп ойлаған Көкетай сұлу өліп жатқан Асалының беліндегі қанжарын көз ілеспес жылдамдықпен жұлып алды да, қақ жүрегіне кірш еткізіп қадады. Екі бірдей жарқ еткен жас ғұмыр қас қағымда жалт етіп көзден ұшты. Бірақ елдің санасынан өше алмады. Бай әулеті Көкетай қыздың қылығын сүйекке түскен таңба. Намыс көрді ме? Әйтеуір өкшесі күз жылқышымен бір бейітте жатқанын қош көрмегендей. Асалы мен Көкетай мазарлары арасында бірер шақырымдық жол бар. Махаббат деген киелі сезім бай мен жарлы, тек пен түрге бағынбайды екен. Екі жастың ғашықтық хикаясы сан ұрпаққа жетті. Асыл махаббаттың символындай болған Асалы Көкетай бейнесі де күн сайын биіктей түсетіндей. Жем де арнасымен ағуда. Жағасындағы құрақтар да жайқалып тұр. Біресе төмендеп, біресе аспандап шыққан құстар өз тілінде осы бір хикаяны, Асалы Көкетай хикаясын жырлап жүрген тәрізді. Жылдан жылға сүйікті жем өзенімнің су азайып барады. Мен оны кейде Көкетай сұлудың жайылып кеткен ұзын қара бұрымына ұқсатамын. Құрметті қазақ елі, тыңдарман қауым, осы видео ұнаса лайк басып, жаңа видеоны өткізіп алмау үшін қоңырау басып тіркеле кетіңіз. Және комментарий бөліміне қандай әңгімелер тыңдағыңыз келеді, бөлісе кетсеңіз. Назарларыңызға рахмет.